реакция бөлетін энергия қатты жарылғанша жалғасады. Ол отты шарды қалыптастырады және термиялық плюстер мен полюстер мен соқыр толқындарын шығарады. Бұл аймақтардың қасиеттеріне қатты зақым келтіреді. Егер де бомба жарылмаған жағдайда 4AN-129 шақтандырғыштары жерге соқтығысқаннан кейін іске қосылады. Сондықтан бомбаны жарылу үшін бұл сақтандырғыштар бомбаның жау қолына түсіп кетпеуін қамтамасыз етеді. Нагасакиге түсірілген семіз адам 21 килотонна TNT шығарады және 2 километр радиустағы алып жатқан жерінің барлығын жоқ қылады. Ол Нагасакидің географиясына байланысты кішкентай балаға қарағанда аз зиян келтіреді, ал кішкентай бала Хиросимада жарылды. Егер жазық ауада болса, Хиросимада тасталған бомба кішкентай баланың бомба қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келсе, осы бейнені қараңыз.